Сәлем достар, сіздермен бірге мен блогер Айбек. Достар, бүгін мен өте керемет влог бастайын деп жатырмын. Менің өмірім деген, енді оны 5-ші серияға шейін түсіретін шығармын, енді Құдай қаласа. Қазір даусым дұрыс естілмей жатса ренжімеңіздер. Далада енді құстар жүр, дала жел болып тұр азғантай. Қазір енді біз мал жемдеп тастаймыз, содан соң жалғастыратын боламын. Енді бұндай влогтарды күнде түсіріп тұрсын десеңіздер, видеоларға осы видеоға 500 лайк жинап тастаңыздар сразу біріншісіне. Енді бір күн болмай жатып 500 лайк жинасаңыздар, енді пожалуйста күнде түсіремін осындай влогтарды. Енді бірінші мен қазір малды жемдеп тастаймын, содан соң көреміз енді не істейтініміз. Кеттік ал. Міне достар, біздің тауықтар және де үйректер. Қайдасыңдар? Міне осылар барлығын жемдеп тастадым. Ар жақта ешкілері бар және де балапандар бар. Барлығын жаңа жемдеп болып. Енді кеттік ал, влогымызды жалғастырайық ары қарай. Ал достар, қазір мен тренировка жасайтын боламын, ар жаққа барып. Кеттік. Білмеймін, сіздерге көрсете аламын ба, көрсете алмайын ба. Кеттік ал енді. Неде болса көрейік. Короче, кеттік. Достар, қазір дала жел болып тұр, енді сіздерге күшті атқан шығар, білмеймін. Енді біз қазір досымыздың үйіне баратырық. Мұна біздің көше, мұна біздің ит, жүрген біздің ит емес, ауылдың иті ол. Мұна біздің енді ауылдың үйлері, біздің көшенің үйлері. Достар, енді қазір бұл осылай кетіп баратқан кезде сіздерге бірден айтып болайын. Осы видео хотя бы бір күн болмай жатып 500 лайктан асып кетсе, енді 1000 лайктан асып кетсе вообще күшті болатын еді ғой. 500 лайктан асып кететін болса өте керемет болады. Сол кезде достар, мен сіздерге күннің шығуын көрсетемін. Негізі бүгін таңертең сондайға барайын деп жатыр едік. Міне қазір көріңіздер видео. Сәлем достар, сіздермен бірге мен блогер Айбек. Достар, бүгін біз күннің шыққанын көретін боламыз. Енді сағат 7 оқып қалды, жетісеміз ба, жетіспейміз ба білмеймін. Енді жетіспей қалсақ ренжімеңіздер. Влог болады сіздер үшін азғантай. Енді кеттік ал, енді көп созбай. Содан міне достар, көргендей неге сөйтіп дайындалып, мен уже видео түсіріп шығайын деп жаттым, бірақ шыға алмай қалдық. Неге дейін ба? Сағат уже 7 болып кеттік, күн шығып кетті, содан шыға алмай. Солай достар, енді бұйырса, енді сіздер осы лайк санымен қолдап, осы менің өмірім деген влогты жақсы көрсеңіздер, осы бірінші сериясы бұйырса 2, 3, 4, 5 серияларын шығара беретін болам. Сұрасаңыздар ары қарай да шығаратын болам. Одан да ұзақ қылып, енді сол бұйырса сондай лайкпен қолдасаңыздар күннің шыққанын көрсетемін, содан соң закатты көрсетемін. Солай болады, Құдай қаласа. Егер бүгін осы видео 500 лайктан асып кететін болса, ертең тағы да түсіремін менің өмірім дегенді. Көбісі сұрайтын негізі, Айбек, сен өміріңде не істейсің, сол туралы түсірші деген сияқты. Өмірімде мен енді көп жұмыстар жасаймын, бірақ барлығын түсіре беруге енді ұят деп ойлаймын. Ұят емес, бір ерсілеу көрінеді. Үйде деген жұмыс көп болады, жігіттер түсінеді, отқан. Жігіттер енді түсініп отсаңыздар, лайктарыңызды басып жіберіңіздер, ауыр жұмыстарды түсінсеңіздер. Солай енді кеттік. Міне досымыздың үйіне де жақындап қалдық. Досым шығарып алайын енді үй жағынан, сосын кездесетін боламыз достар. Ал кеттік. Так достар, міне досымыз үйінен шықты. Мына велігінің аяғы шықты үйінен. Так енді кетіп батырық. Түрін көрсетпей ақ қой деп енді айтып тұр. Солай енді кете берейік, ары қарай дәл жүре берейік. Тағы да достарымызға соғып, жайлап дүкенге барып сушняк алып дегендей кетерек. Дала қатты емес, нормально орташа жел болып тұр. Енді Маңғыстауда тұрсаңыздар, сообщение келген болар мана, бірдеңе желдің ұйтқуы деген сияқты. Ал кеттік ал, енді жалғастырайық влогымызды. Салам, бро. Салам, бро. Как дела? Заброшка больница. Бұрында осының ішіне заброшка түсірдік, енді білмеймін, тағы да түсірмейтін жерміз, білмеймін. Влогтың ішіне түсіріп қош жермесек, бұлай енді ерсі сияқты. Іші ондай қатты қорқынышты емес. Ішінде кешке қарата бір адамдар отырады. Білмеймін кімдер екен жалпы. Кәдімгі адамдар, үйлері бар. Сөйлесіп отырады, байлансаң ішінде. Солай болады енді.
Қалай влог қызықты өтіп жатса, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Лайк, тегін лайкты баса беріңіздер. 1000 лайк, сіздерден сұрайтын 1000 лайк. Бір күнге жеткізбей 500 лайктан асырсаңыздар өте керемет болатын еді. Мына жерде мусорный бак. Ана жерде андай қалай хабарландыру іліп қоятын зат. Ал достар, осымен біздің видеомыз соңына жетті. Енді осы сіздерге менің өмірім деген влог ұнады деген ойдамын. Ұнаған болса лайктарыңызды басып, подписаться деген астына қызыл кнопканы басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Енді солай жазылыңыздар біздің арнаға. Егер де сіздер тағы да сұрап жатсаңыздар, лайк санымен қолдап жатсаңыздар, тағы да осындай менің өмірімнің 5 сериясында толықтай түсіретін боламын. Ендеше көп сөз осы видеомызды аяқтайық. Ал давайте.